Сәлем достар, бүгін біз ерекше дәмі бар балды бұйра бауырсақтар дайындаймыз. Дәмі тіл үйіретін қолжетімді заттармен жасалатын бұл тамаша бауырсақтардың рецебін қабыл алыңыздар. Арнамда қалып, рецепті толығымен көруге кеңес беремін. Алдымен дайындап алған суымызға тұзымызды салып, ертіп қоямыз. Жарты стакан суымызға аштықыны салып, оны тыдырып қоямыз. Сары май немесе маргаринге күнбағыс майын салып, екеуін бірге ертеміз. Үлкен ыдысқа суымызды, майымызды құйып, жарты ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ашытқылы суымызды құйып, қалған ұнымызды салып, қамырымызды илейміз. Видеодан көргендеріңіздей қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Қамырымызды 5 минутқа тындырған соң екіге бөліп, бір бөлігін тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырымызды жұқа қылып жайып, қамырымызға сары май немесе маргаринді жағамыз. Майымызды жағып болған соң, дәл видеодағыдай етіп, оқтаумен қамырымызды орап, дәл осылай кесіп шығамыз. Қамырымыз өте жұмсақ болғаннан кейін жаюға және де дәл осылай кесуге ыңғайсыздық тудырып жатады. Бірақ та ол түк етпейді. Кейін маймен қуырған кезде ондай ақаулықтардың бәрі көрінбей қалады. Дәл осындай пішінде кесіп шығасыздар. Бауырсағымыздың ерекшелігі бұйралығында болғандықтан, дәл осы видеодағыдай қамырымызды бұйралап шығамыз. Тура осылай қалған қамырмен де жұмыс жасаймыз. Сіздерге үлкен дастарханымда көрсеттім. Қызып тұрған майға дайын болған бауырсақтарымызды қуырып аламыз. Ыстық бауырсағымыздың үстіне бал құйып, толығымен араластырып аламыз. Бал болмаса, қанты сиропқа немесе үстіне қанты ұнтақты сеуіп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Бауырсақтарымыз осындай әдемі, қыттырлақ, әлі дәмді болады. Ас болсын. Егер де рецептім ұнаса, мені қолдап, лайк басып, комментария жазып және арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша контентті бірге қолдайық. Сау болыңыз.